Қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін 6 сынып бойынша қазақ әдебиеті пәнінен 4 тоқсан бойынша жиынтық бағалы тапсырмаларын орындаймыз. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Бірінші тапсырмадан бастаймыз. Бірінші тапсырма: ол менің ұлдарыма оны дарыттым. Тәуелсіздік мен, ол менің аңызым болмысымен ұлдың өзіңнен туған жарық күн көп нүктенің орнына қолданылатын сөздер қатарын белгілеңіз дейді. Бұл жерде көп нүктенің сөзді қоямыз. Ол менің дегеннен кейін сөз қоюымыз қажет. Бұл жерде 4 жауап нұсқасы берілген. Бірден жауап айтамын. Бұл жерде ол менің тірегім болады. Келесі: тәуелсіздік мен, ол менің аңызым, асқар аңызым дейді. Яғни бұл жерде В жауабы дұрыс болады. Тірегім асқар. Екінші тапсырма: менің Дағыстаным Расул Гамзатовтың шығармасында көтерілген басты мәселе қандай? Дұрыс жауабы: ана сүтімен берілген тілді ұмыту жер алдындағы парызы дейді. Яғни үшінші жауабы дұрыс, С жауабы дұрыс. Ана сүтімен берілген тілді ұмыту. Келесі үшінші тапсырма: прописка шығармасындағы басты кейіпкердің елге оралуындағы мақсаты қандай? Басты мақсаты А жауабы дұрыс болады. Тіркеуге отыру. Келесі төртінші тапсырма: егер тілім ертең болса құрмақ, мен дайынмын өлуге де бүгін ақ. Осы өлең жолдарында автор қандай мәселені алға тартып отыр? Соңғы жауап, төртінші жауабы дұрыс болады. Ана тілінің жойылып бара жатқаны жайлы. Бесінші сұрақ: ана тілім өлеңінің негізгі идеясы қандай? С жауабы дұрыс болады. Тіл жойылса, ел де жойылады. Осымен тест жауаптар аяқталды. Келесі бізде алтыншы тапсырма: құлыным, сенің тарихың басқа тек деген өлең жолдарынан не түсіндіңіз? Өз ойыңызды жазыңыз дейді. Бұл өлең жолдарынан, яғни құлыным, сенің тарихың басқа тек деген анасының сөзі 6 жасар балаға айтылған. Еліміз тәуелсіздік алды, енді сенің өмірің, сенің тарихың басқа дегені болады. Келесі сұрақ, жетінші сұрақ: прописка шығармасындағы негізгі кейіпкер желтоқсан оқиғасына қатысқанына өкіне ме? Қалай ойлайсыз? Шығармадан дәлел келтіріңіз дейді. Анық-қанығын анықтау елі. Ағасы коммунистік партия мүшесіне кандидат болса да, сенім адам ісінің іс-әрекетінің жасырып отырды. Ішкі істер орны мен мемлекеттік қауіпсіздік комитетіне жасыбағанда ол өкінбеді. Келесі сегізінші сұрақ: менің Дағыстаным шығармасының негізгі идеясына қатысты өз ойыңызды жазыңыз дейді. Менің Дағыстаным, яғни бұл Расул Гамзатовтың өлеңі, яғни шығармасы, тілді ұмыту, елін, тарихын, анасының ақ сүтін ұмытқанмен бірдей. Ананың ақ сүтімен бойға сіңген, туған үйінде ең алғаш шыққан достарыңмен сөйлескен тілді қалай ұмытуға болады? Өз тіліңді ұмыту үшін өз еліңді жек көріп кету керек шығар. Бірақ өз ата-анаңды, туған үйіңде, еліңді, жеріңді қалай жек көресің? Олай болуы мүмкін емес. Өз тілін ұмытып, өзге елде сұлтан болғанша, өз елінде қарапайым жан болған дұрыс деп есептеймін. Келесі тапсырма: менің Дағыстаным шығармасындағы ананың сөзімен келісесіз бе дейді. Мен анасының сөзімен келісемін. Өйткені әр адам қай елге барса да өз туған тілін ұмытпау керек. Ол басқа тілдерді үйренбеу емес, жай ғана туған тілімізді еске алуымыз керек. Яғни басқа тілдерге де құрмет көрсетілу керек. Бірақ та қай елде қанша жыл тұрса да өз елін, өз туған тілін, ана тілін ешқашан ұмытпауы керек. Келесі тапсырма, 10-шы тапсырма: тәуелсіздік сөзінің мағынасын ашып жазыңыз. Көркемдегіш құралдарды орынды қолданыңыз дейді. Тәуелсіздік мемлекеттің өз саясатын өз еркімен жүргізуге қабілеттілігі. Тәуелсіздіктің нышандары ретінде
Мемлекеттің әлемдік қауымдастық мойындаған аумағының болуы, сол аумақты басқаратын мемлекеттік биліктің болуы, елдікті нақыштаған әнұран, тудың және елтаңбаның болуын атауға болады. Әлемдегі 2500-ден аса халықтың 220-ға жуығының ғана тәуелсіздігі бар. Келесі тапсырма. Бұл бізде соңғы тапсырма. Ана тілі ана сүтімен беріледі. Ал ана тілін ұмыту, анаңды ұмытумен бірдей тақырыбында эссе жазыңыз. Оқылған шығармалардан дәлел келтіріңіз дейді. Ана тілі әрбір адамның бойына анасының ақ сүтімен дарыған тілі. Менің ана тілім қазақ тілі. Қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Қазақ халқының ана тілі. Шексіз бай, шұрайлы, тегеуріні мықты, көркем, дана, сұлу, рухани бай, абай әрлеген, жамбыл жырлаған, мәңгілік елдің, мәңгілік қазақ тілі, әлемдегі тілдердің ішіндегі ең бай, келбетті тілдердің бірі. Қазақ тілі қазақ халқының ана тілі. Ана тілінің қадір қасиетін біле білген халқымыз оны ұлттың рухына, қазына байлығына балайды. Себебі не? Себебі тіл халықтың жаны, сәні, тұтастай кескін келбеті, ұлттық болмысы, адамды мұратқа жеткізетін ана тілімен ата дәстүрі. Біздің осындай халықтық қасиетті мұрамыз, ана тіліміз қазақ тілі. Тіл қай ұлтта, қай елде болса да қастерлі және өте құдіретті. Ол әрбір адамға ана сүтімен бірге еңіп қалыптасады. Тіл байлығы әрбір елдің ұлттық мақтанышы. Ол атадан балаға мирас болып қалып отыратын баға жетпес мұра. Демек, әр адам өз ана тілінің көзін қарашығындай қорғап, оның орынсыз шұбарлануына қарсы тұруы тиіс. Себебі ана сүтімен дарыған тіл ең басты байлығымыз. Достар, осымен біздің ТЖБ талдауымыз аяқталды. Барлығы сіздерге берілген тапсырма саны 11 тапсырма. Орындауға берілетін уақыт 40 минут. Соңына дейін көргендеріңізге көптен көп рахмет. Біздің арнаға, егер осы видео сіздерге көмегі тиіп жатса, біздің арнаға жазылып, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Алдағы уақыттарда да ТЖБ тапсырмалары шығып отырады. Сабақтарыңызды сәтті тапсырып шығыңыздар. Алдағы демалыстарыңызды жақсылап өткізіңіздер. Сау болыңыздар.